Сызбалар арасында элементтердин 4-ші толқыны жоқ, яғни бұл мегаполистің тарихы әлі аяқталмаған. Бүкіл мультфильм өрт элементтерінің 4-ші толқыны болады. Ваши имена? Тридари Гурди. А по буквам можно? Может быть, сократим до Гарри и Золя? От адамдары азиялық мәдениеттерді бейнелейді. Бұл мен ойымша анық, және ұқсастықтарды кеңірек атап өтемін. Және бұл сәт нағыз тәжірибеге өте ұқсас. Ақыр соңында біз Джеки Чанды білеміз. Оның шын есімі Чан Шен. Бірақ оның австриялық әріптестері оны айту қиынға соғады. Сондықтан олар оған Джеки кіші деп басқа есім береді. Кейін Джеки деп атайды. Pixar 4 элементтен тұратын таңғажайып әлемді жасады. Жоқ, 3 ғана. Бүкіл қала әрбір бөлшек 3 элементтің табиғатына сәйкес реттелген. Ол Зверополис сияқты, бірақ мұнда бәрі басқаша. Көптеген су ағып тұрған құбырлар болашақ сюжет үшін маңызды дайындама болып табылады. Эта лавка – мечта нашей семьи. Однажды она перейдет к тебе. Эмбердің өміріндегі маңызды уәде және сюжеттегі маңызды нүкте. Дүкенді мұраға алу мақсаты Эмбердің өзімен, әкесімен, сондай-ақ Уэйдпен қақтығысындағы негізгі буын болады. Барлығы осы дүкеннің айналасында айналады. Осы кадрлар кезінде жердегі барлық кәсіпорындар өрттік кәсіпорындарға ауысты. Бұл аймақтар әртүрлі Green, Free House, Evergreen, яғни жер аймағы болады. Бірақ дүкеннің дамуымен және жаңа иммигранттардың келуімен бүкіл аумақ өрттік кәсіпорындарға толы болды. Бұл шын мәнінде Чайнатаун, ол тіпті Файртаун деп аталады. Жалпы картинаның басты авторы Петерсон, Корея азаматы болды. Оның отбасы ақшқа көшіп келеді. Бүкіл мультфильм бұл оның жеке оқиғасы. Ол да кейін Корея емес әйелге үйленеді. Валентинца, пожалуйста. Эмбердің әлеуетінің нәзік көрінісі, ол теориялық тұрғыдан жұмыс істегісі келмейтін жерде бірге өзінің ұнайтын нәрсесін жасайды. Да что со мной не так? Какая счастливая семья! Водники. Мы не дадим себя затушить! Да, Шаша, Риша! Бұл плюс емес, бірақ олардың нәсілшілдік қорлауды қалай тегістегені мені таңқалдырады. Жай ғана нәсілдерді элементтермен ауыстыру арқылы. Сулар, сіріңкелер, болттар. Переоцененные облакашки. Почему ты вспылил? Я не знаю, он все напирал. Когда научишься не терять самообладание, будешь готова занять мое место. Дүкен алудың нақты мақсатын өзін-өзі басқаруды үйренудің белгілі бір шартына ие болды. Уэйд оған мұны үйретеді. Думаю, ты просто напряжена из-за завтрашних водники на углях. Наверное. Идеально. Керемет кейіпкерлердің дизайны. Аниматорлар кейіпкерлердің сыртқы түрінде олардың генерациясында бағдарламалық түрде ойлап табуға мәжбүр болды. Яғни, Эмбер мен Уайттың сұлбасын қағазға салу бір бөлек. Мұны олардың соңғы рендерде қалай көрінетіндігімен келісу керек. Мүмкін Уэйд тым мөлдір болар еді. Кенеттен Эмбер тым жарық болар еді. Егер бет контурлары басындағы отпен біріктірілсе. Бірақ аниматорлар бәрін дұрыс жасады. Мен Элементари Pixar үшін техникалық жағынан ең күрделі мультфильм екенін естідім. Яғни 5 жыл бұрын олар мұндай графонды қайта жасай алмас еді. Бірақ аниматорлар сәтті болды. Визуал жай ғана керемет. Скоро цвет фест, и ты должна пойти со мной, моя королева. Прости, приятель, мы слишком разные. Өзіңізге сұрақ қойыңыз, неліктен олар мультфильмге Клодты қосты? Біріншіден, Эмбердің басқа элементтермен қарым-қатынасына реакциясы үшін. Екіншіден, басқа элементтерді ұнататын жігіттер бар екенін көрсету үшін. Доставка. Бүкіл мультфильмде элементтер бар көптеген қызықты сөздер болды. Hot likes бұл ыстық бөренелер. Мен кинода көргенде
Бұл нәрсе хот тақталар деп аталды. Priota, ол да лор құрамына кіреді, өйткені Toyota жапондық бренд, ал оттылар бұл азиялықтар. Я сделаю, Ашва. Клянусь тебе, Ашва, ты будешь мной гордиться. Эмбер әкесін Ашва деп атайды, бірақ оның есімі Генри немесе Тридари Гурди. Ашва есімі мұнда әртүрлі мағыналарға ие, бірақ бұл жағдайда атау от құдайы Агнимен байланысты. Отойду на 5 минут. Боюсь, мне придется выписать штраф. Я городской инспектор, и с этой трубой явно что-то не в порядке. Я должен отнести это в мэрию до конца моей смены. Белгілі бір себепке байланысты әрекеттерінің өзгеруі Эмбердің мінезі, яғни Уэйттің пайда болуы кездейсоқ емес. Оның кәсібі отты элементтерге деген немқұрайлы қатынас мәселесімен байланысты. Бұл туралы кейінірек. Өртті аймақ S және C әріптерімен белгіленеді. Бұл күкірт пен көміртек химиялық элементтер. Пахнет серой. Күкірт жанартауларда жиі кездеседі, ал көміртегі бұл көміртек. Әрбір элементтің өз атмосферасы ғана емес, сонымен бірге өзіндік музыкалық сүймелеуі де бар. Жердегілерде джунгли дыбыстары, судағыларда джаз, оттыларда экзотикалық шығыстық әуен. Это знак высшей почести. Әуеде электронды музыка. Бірақ мен ойымша бұл әуе элементтерінікі емес, ойынмен байланысты. Серьезно, рефери, у тебя что, глаза на затылке? Завиток даю, это связано с утечкой в городе. То есть мы с Эмбер можем проследить за водой от лавки до источника утечки. И тогда не придется папину лавку разбирать. Вызова туда ремонтную бригаду, и они все починят. Найдете утечку и договоритесь о ремонте, я закрою глаза на это дело. Барлық оқиғалар табиғи түрде бірінің артынан бірі жүреді. Әр жолы белгілі бір мағынасы бар, нақты мақсат қойылады. То есть вода может быть в любом из каналов? Да они же проходят через весь район. Залезай. Жасаушылар мультфильмнің негізін әр уақытта өте ақылды түрде ойнайды. Негізі 4 элемент әлемі. Міне сол. Бұл қарапайым және қарапайым негіз. Бірақ оны құру өте оңай және әр уақытта сюжетті алға жылжыту үшін осындай керемет шешімдерге жүгінуге болады. Да-да, это не то, что вы подумали. Меняемся плодами? Отец выйдет на пенсию, и я стану главной когда-нибудь. Наверное, здорово иметь цель в жизни. В Огдише есть слово «тишок». Тишок. Лови свет, пока он горит. Нельзя вечно ждать подходящего момента. Тишок. Тишок болашақ үшін маңызды деталь. Это станция «Центральный сад». Я так мечтала ее увидеть. Это единственное дерево, которое растет в любой среде, даже в огне. Нас не пустили. Мол, огонь слишком опасен. Через пару лет станцию затопило. И я навсегда потеряла возможность увидеть Вивистерию. Вивистерия бұл барлық 4 элементті біріктіретін әмбебап нәрсе. 4 элементтің бірлігінің символы болатын нәрсені ойлап табудың керемет идеясы. Вивистерия бізге Эмбердің гүлді көрудің басқа мақсаты туралы айтты. Бұл мақсатқа қол жеткізілмеді. Бұл сұрақты қалдырды. Ол гүлденген Вивистерияны көре ме? Ты, наверное, очень испугалась. Ужасно. Как ты это делаешь? Располагаешь к себе. Ты целый стадион за собой повел. А я даже к одному клиенту не могу найти подход. Эмбер стадион сахнасының мәнін ашты. Шынымды айтсам, мен мұны көргенде бірден түсінбедім. Бірақ Эмбер бәрін мұқият түсіндірді. Started out on a one-way train. Always knew where I was going. Would you mind it if I settle for you? If it's real, then darling, let me. Кто же это такой? Танысу сахнасы керемет бөлшектерге толы. Біріншіден, керемет ән. Екіншіден, Эмбер өзін-өзі ұстай бастады. Уэйдпен қарым-қатынасының арқасында. Бірақ ол оны үйреткен үшін емес, Эмбер өзі қалаған нәрсені істей бастағандықтан.
Фотосуретті жарқыратқаны әзіл сияқты болып көрінеді, бірақ кейін бұл Эмбердің анасы мұндай су элементін көрмеу үшін әдейі жасалғаны белгілі болды. Және барлық бірдей элементтер жұптардың ішінде Эмбер мен Уайт әртүрлі нәсілдердің жалғыз жұптары болып табылады. Это минералы. Элементтер әлемінің тағы бір сұлулығы. Тарих біздікі мен Эмбердің осы су метросына деген көзқарасын өзгертті. Бұрын Эмбер бұл су аққанын жек көретін, енді ол мұны сұлулықты көреді. Доставка для Эмбер, Люмен. Цветы для Эмбер? Ой, спасибочки. Да чего ж красивые. Что ты здесь делаешь? У меня плохие новости. Өте көп деңгейлі әрекет. Қараншы, Уэйд Эмберге гүл сыйлайды, бірақ олардың үйіне байқамай кіріп кетудің мақсаты. Яғни, жігіт ретінде оған гүл сыйлаған, бірақ жігіт ретінде гүл бермеген. Сонымен қатар, Эмбердің анасы Эмберді өміріндегі романтиканың куәсі болды, бірақ сыйлық кімнен екенін білмеді. Ты городской инспектор? Нет. Скажи. Да, ни капельки, не инспектор. А знаете, когда жгучесть угасает, это очень вкусно. Идеально! Мен бұл көріністің мәнін бірден түсіндім. Уэйд үйлесімсіз элементтерді біріктіре алады және жақсы нәрсе шықты. Яғни, су мен оттың бірігіп ерекше нәрсеге айналуы мүмкін. Оның үстіне, бұл шетелдік тағамдар жергілікті тұрғындардың талғамына қарай аздап өңделетін біздің әлемнен алынған нағыз тәжірибе. Бұл барлық жерде болады, ал ащы тағам ең көп таралған мысал. Что из-за меня его мечта скоро разобьется в прах? Я не справляюсь. Папе давно пора на пенсию. Что же я могу сделать для них взамен? Ты красивее, чем когда-либо. Аниматорлар кемшіліктерді артықшылық ретінде көрсете алды. Олар үшін элементтерді тірі болып көрінетіндей етіп елестету қиын жұмыс болды. Бірақ дәл осы деталь кейіпкерлерді одан да жанды етуге мүмкіндік береді. Бірақ элементариде кейіпкерлердің өзі олардың рухани күйін өз элементінде көрсетеді. Эмбер эмоционалды қолдырау кезінде сөніп қалады. Бұл өте айқын және қарапайым. Эмоционалдық фонын көрсетудің тамаша тәсілі. Мазня. Ты красивее, чем когда-либо. Уэйд пен Эмбердің қарым-қатынасының дұрыс дамыту. Біз көлбеу көзқарастардан су жағынан қарай сарқырамалар туралы жағымды ойлауға көштік. Ого, смотри, во что твой жар превратил песок. Это стекло. Очень похоже на цветок вивистерии. Я знаю, как заделать щель. Элементарий кануна сәйкес отлар өз жылуын басқара алады. Тіпті олардың денелері тура мағынада от екенін ескерсек, олар заттарды өртеп алмай қала алады. Яғни Эмбер барлық құмды шыныға айналдырмай жағажайда жүре алады. Алайда бұл жағажайда Эмбердің эмоционалды күйіне байланысты ол ойланбастан құмды ертіп жіберді. Бұл екі маңызды нүктеге әкелді. Вивистериясы бар шарт және қақпаны қалай жабу керектігі туралы идея. Бұл екі нүкте де болашақ үшін маңызды. Неужели пахнет тем самым? Любовь. Тіпті ырымшыл болжау мультфильмнің тамырына негізделген. Бірақ мультфильмде отты элементтердің жалыны олардың өмірлік энергиясы болғаны анық. Осылайша Эмбердің жалыны иісін өзгертті. Өйткені оның жан дүниесінде махаббат жанып тұр. Авторлар тағы да артықшылық ретінде мультфильмнің түбірін ойнады. Очень хочется тебя обнять, но как бы не затушить. Бірінші рет су оттыларға қол тигізе алмады. Өйткені олар әрине оларды өшіріп алады. Он вот тут. Неліктен бұл туралы бірнеше рет айтылғанын және неліктен бұл әдейі жасалған білесіз бе? Сондықтан болашақта біз мүмкіндігінше есеңгіреп қалуымыз үшін. Бірақ бұл туралы кейінірек.
Уэйд рассказывает про тебя без остановки. Ты его пленила. Любой бы запал на такой запал. Может, сыграем после ужина в слезы градом? Кто заплачет, тот выиграл. Кто заплачет, тот проиграл. Это даже как-то нечестно, ведь я в жизни ни разу не плакала. Бабочка, стеклоочиститель. Надвое, бабочку. На смертном одре старик вспоминает лето своей первой любви. Время почти вышло. Эмбер, до встречи с тобой я утопал в тоске. Твой внутренний огонь открыл мне второе дыхание. И сейчас все, чего я хочу, это быть рядом. Рядом с тобой. Эмбер екеуміздің де оның көз жасына шынымен сенгенімізге сене алар емеспін. Бұл классикалық жағдайлар бар. Керемет көрініс. Эмберді жылату үшін мүмкін емес мақсаттар қойылған. Жалындылар бұған бейім емес. Ол ешқашан жыламайды. Мүмкін еместі жасаудың нақты себебі неде? Рядом с тобой. Одним целым. Эмбер мен Уайттың қарым-қатынасындағы жаңа қадам. Ол шын мәнінде оған деген сүйіспеншілігін мойындады. Бұл теорияда Эмберді бақытты етуі керек. Бірақ оның әкесінің тұлғасындағы ішкі тосқауыл әлі де Уайтты сүюге мүмкіндік бермейді. Яғни бұл көз жасына махаббаттың өзі себеп болды. Мүлдем мүмкін емес абсолютті ақталған. Эмбер мен Уайттың тағы бір кішігірім детальдары Ин мен Янды құрайды. С ума сойти, она предложила мне работу. Уеду выдувать стекло за 3-9 земель и делать все, что хочу. Да что случилось-то? Ничего, и все сразу. Я уже не знаю, хочу ли управлять лавкой. Вот почему я стала такой вспыльчивой. Но я ни разу не задумалась, а о чем я мечтаю. Ведь когда семья ради тебя жертвует всем, тебе остается лишь жертвовать собой. Эмбер ақыры өзінің жарылыстарының мәнін түсінді. Енді бүкіл оқиға жерге құлағандай болды. Эмбер су адаммен кездескісі келеді. Дүкенді басқарғысы келмейді. Анасы не дейді, әкесі не дейді. Бұл жерде ата-ананың пікірі ерекше маңызды. Өйткені Эмбердің өзі осылай дейді. Даже не смей судить меня! Твоим родителям не пришлось жертвовать всем ради тебя! Тебе остается лишь жертвовать собой. Ол тек отбасын өткені үшін еркін өмір сүре алмайды. Бұл Эмбердің шектеуінің нақты себебі. Я докажу. Идем со мной. Теперь зажгите их своим огнем. Это невозможно. Что ты задумал? Тағы да мүмкін емес міндет қойылып негізді түрде орындалды. Дегенмен Уайт қалай екенін анықтай алды. Бұл идея оған кәріптасының жарқырауынан және қазіргі уақытта төс белгімен сынудан келді. Одан да маңыздысы Эмбер өз энергиясымен таяқшаны өртеп жіберді. Бірақ Уайт Эмбердің энергиясынан да пайдалана алды. Яғни Эмбер екі таяқшаны да өртеп жібергені белгілі болды. Бұл қажетті нәтиже бермейді. Бірақ шын мәнінде Эмбердің нұры судан өтті. Яғни оның өмірлік энергиясы арқылы Уайт әлі де өз күш қуатын таяқшаға қойылған отқа жұмсағаны белгілі болды. Я заказал это специально для тебя. Погоди, хочу кое-что тебе показать. Схожу тебе за сапогами. Знаю, ты хочешь порвать со мной, но ты еще хочешь посмотреть на Вивистерию? Моя королева. Уже близко. Дыши медленно и ровно. Это потрясающе! Я наконец увидела Вивистерию! Вивистерия сахнасы да ерекше. Эмбер ақыры Уайтпен ажырасуды шешкенде ол оған барлық 4 элементтің бірлігінің символын еске салды. Бұл олардың үйлесімділік мүмкіндігін бейнелейді. Және Эмбердің арманы болды. Оған тек Уайт бере алды. Ағаш немен толтырылды? Әрине, бұл кәріптасқа қарама-қарсы су. Яғни Эмбер қарама-қарсы элементінің арқасында арманын орындай алды. От пен су бірге керісінше бөліктен көріп, көп нәрсеге қабілетті. Нет, Попытка не пытка. в нашем случае это может стать пыткой. Я могу испарить тебя, а ты меня потушить. Как мне повезло.
Ақыры байланыс болды. От пен су бір-біріне зақым келтірмей жанаса алды. Өрт элементтері заттарды өртеп алмай ұстай алады. Ал су элементтері заттарға дымқыл із қалдырмай тиеді. Барлық басқа су және от элементтері негізінен бір-бірін ұнатпайды. Ал Эмбер мен Уайт мұндай қадамға баруға шешім қабылдаған өз элементтерінің алғашқы өкілдері болды. Как же мне повезло с тобой. С огромной гордостью передаю тебе дело всей моей жизни. Ты огненная, а я водяной. Согласитесь, безумие. Но ты меня научила ловить свет, пока он горит. Тишок. Я люблю тебя, Эмбер Люмин. Осы сөздерден кейін Эмбер бірден жарқырай бастады. Нет, не люблю. Это ложь! Я им гадал. Он ее судьба. Уходи! Ты встречаешься с водником? Ты больше не управляешь нашей лавкой. Барлық сюжеттік желілер бірігетін көрініс. Дүкеннің Эмбердің қолына өту байланысты мерекелеу барлық тараптар үшін маңызды сәт болып табылады. Бүгін оның тағдыры шешіледі. Ол әкесінің мұрагері бола ма? Әлде Уайтты таңдап, өз үшін өмір сүре ме? Сондай-ақ анасының болжамы үшін барлығы Эмбер мен Уайттың тағдырына куә болды. Өмір бойы су элементтерін және су ағып жатқан таймдерді жек көрген әкесі. Нәтижесінде Эмбер Уайт пен әкесінің сенімінен айырылды. Ол әке таңдауды шешті. Сонында Уайтты таңдаудың нақты себебі неде? Ваня! Отпусти! Ты вернулся! Пропустить такое? Пламя обречено! Нет! Для моего отца это самое ценное! Брось мне тот фонарь! Нет. О, Уэйд! Уайт пен Эмбер ата-анасының тағдырын қайталайды. Оларда да табиғи апат болды. Бірақ бұл жолы элемент су болды. Онда да күйеуі шырақ пен көгілдір отты сақтап қалды. Сюда зальется вода и затушит тебя! А так ты испаришься! Не знаю, что делать! Ты подарила мне то, что люди ищут всю жизнь. Но я не смогу жить в мире, где нет тебя! Я люблю тебя, Уэйд! Эмбер ақыры өзінің шынайы тілегін қабылдады. Сіз үшін маңызды нәрсе өміріңізде біреуден артық не бар? Отты халыққа немқұрайлы қарағандықтан судың ағып кету мәселесін ешкім бақылаған жоқ. Ақыр сонда бұл отты қорғау үшін бәрін құрбан ететін су элементі. Эта лавка – мечта нашей семьи. С огромной гордостью передаю тебе дело всей моей жизни. Я не хочу управлять лавкой. Знаю, это твоя мечта, но не моя. Эмбер, моей мечтой была не лавка. Ею была ты. Ты – мечта моей жизни. Семантикалық сюжетті бұрмалау. Осы уақыт бойы Эмбер әкесінің басты арманы дүкен деп ойлады. Әкесі оның арманы қызының бақытты болу екенін айтқан. Бұл қаншалықты анық. Бұл қарапайым болғандықтан өзіміз ойламағанымыз өкінішті. Енді бәрі түсінікті болды. Эмбер бастапқыда өзінің бақыты туралы ойлау керек еді. Сондықтан оның ата-анасы одан бақытты болар еді. Егер ол осы детальді әу бастан түсінсе, оның Уэйдпен қарым-қатынасы әу бастан тамаша болар еді. Және оның сүйіктісі үшін өзін құрбан етудің қажеті керек жоқ еді. Бабочка. Бабочка. Стеклоочистители. Надвое бабочку. Я хочу открывать с тобой этот мир, Уэйд, делить с тобой каждый миг, каждое мгновение. Уэйд қарапайым әлем негіздерінің арқасында қайтадан өмірге оралды. Қарапайым физика тек алдын ала дайындалған бөлшектердің көмегімен Уэйдті көз жасына келтіру ғана қалды. Мұнда соңғы көз жасы Эмбердің Уэйдке деген сүйіспеншілігі туралы мәлімдемесінде болды. Мимимикай. Моя королева. Клодтың жана сүйгені қолғап киеді. Шындығында Эмбер Вивистерия сапарына аяқ киім киген кезде де солай жасады. Яғни теориялық тұрғыда ол Клодтан гүлді қабылдай алар еді, оны өзі қаласа. Мультфильмнің басында біз сенбейтін нәрсе болды. Су элементі отты дүкенге кіреді. Оған бәрі қуанышты. Міне, әдеттегідей бәрі негізделген және мүмкін емес нәрсе жасалды. Сіз оны түсінесіз. Мне жаль, что стажировка так далеко. Когда мы покидали край огня, я отвесил отцу баксо.
Это знак высшей почести. Но отец не ответил на мой поклон. Моей мечтой была не лавка. Ты мечта моей жизни. Мультфильм Эмбердің ата-анасының қалаға келуімен басталып, жаңа жұптың қаладан кетуімен аяқталды. Бұл бейнеролик сіздерге ұнаса лайк басып парақшаға тіркелуді сұраймын. Ал менің есімім Әлшер, бұл кино әңгіме.